Қиямет қайымда азаншылардың мойны ұзын болады дегенді қалай түсінеміз? Және неге олай? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан шынымен сахих, мутауатир жолмен қиямет қайымда азаншылардың мойындары ұзын болады деген хадис келген. Неліктен? Өйткені олар қиямет қайымда ауыр жағдайда болып, бүкіл мұсылмандар уайымдап, қиналып, терлеп, суап, кейбір кісілердің жаңағыдай беліне шейін жаңағыдай тұрған жеріндегі су толып қалып жатқан кездерінде ол кісілер емін-еркін тұрады дейді. Азаншылар барлығы бір жамағат топ болып келеді дейді. Қиналмайды дейді. Әрі қуанып кіреді дейді жәннатқа. Бұлай болуының себебі ол ең әуелі адамдарды намазға шақырушы. Ол жай ғана бір әнші емес. Оның хәлі, қандай әсермен шақыратындығы, қандай өзі сенімде болғандығы, адамдардың жаңағыдай намазға келуіне қаншалықты деңгейде әсер ететіндігі ауызбен айтып жеткізуге келмейді. Ол жай ғана азан айтып кете салатын адам емес. Адамдарды қарап түгелдеп жүретін адам. Пәленше қайда, түгенше қайда, азан айтып, Аллаху әкбар, Алла ұлық, намазға асығыңдар деп шынайы ниетпен айтқан уақытта, тіпті намазға баратын ойы болмаған адамның өзі уайымдап кетіп, мені шақырып жатыр ғой деп намазға келетіндей деңгейде болады. Сол үшін азаншы адамдар өте бақытты адамдар. Ол кісілердің исламдағы орны кәдімгідей өте жоғары. Азаншыларымызды бағалайық, оларға бағынайық. Сол үшін соның себебінен Аллах тағала бізді мешіттің тұрақты жамағаттарынан еткен.